Қайырлы кеш қыздар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ингредиенттермен таныстыра кетейін. Бізге 3 жұмыртқа және де қант, ұн, разрыхлитель, мен осындай разрыхлитель қолданамын. Және де бізге крахмал қажет болады. Содан соң су және де сұйық май қажет болады. Ең алдымен біз жұмыртқамыздың ақ уызынан сары уызын ажыратып бөлек бір ыдысқа аламыз. Бізде ыдысымыз екеуі де міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Ыдысты жақсылап жуып және де оны салфеткамен құрғатыңыздар. Енді ақ уызымызға шекеріміздің жартысын қосатын боламыз. Қалған шекеріміздің барлығын сары уызымызға қосамыз. Менде осындай планетарный миксер. Егер сіздерде планетарный миксер болмаса, кәдімгі ручной миксермен араластыра берсеңіздер болады. Ең алдымен баяу жылдамдыққа қойып, 1 минуттай араластырып аламыз. Содан соң жылдамдығын көбейте береміз. Одан кейін енді тағы бір миксермен осылай жұмыртқамыздың сары уызымен шекерді көпіргенше, аппақ болғанша микселейміз. Менің жұмыртқам мен шекерім осылай аппақ болып көпіріп шықты. Мен осылай 4-5 минуттай миксерледім. Сіздер де осылай жұмыртқаларыңыз аппақ болып көпіргенше миксерлеңіздер. Бұл негізі миксердің қуатына байланысты. Менің миксерімнің қуаты 300 ватт. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біздің ақ уызымыз аппақ осылай қардай болу қажет. Енді біз сары уыздағы массамызға сұйық майды және де жылы суды құямыз. Жылы су немесе кипяток құйсаңыздар да болады. Осылай бірінші сұйық майымызды құйып, 30 секундтай араластырып аламыз. Барлығы түгел бір массаға боламын дегенше. Енді кипятокты құйып, тағы да бір араластырып шығамыз. Енді ұнымызды және де разрыхлитель, ванилин қоссаңыздар да болады дәмді болып шығу үшін. Барлығын салып, тағы бір араластырамыз және де крахмалымызды қосуды ұмытпаймыз. Біздің пирогымыз жұмсақ болуының ең басты себебі ол ішінде крахмал болуы. Крахмалдың ешқандай зияны жоқ, сондықтан да қорықпай қоса берсеңіздер болады. Мен осы күнге дейін жасап жүрген пирогтарымның арасындағы ең күшті шығатын және де ең жұмсақ болып шығатын рецепттің бірі осы. Сондықтан да осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен шекеріміз осылай жақсылап араласты. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай аппақ қардай болды. Және де біз бұның дайын болып болмағанын қайдан білсек болады. Біз ыдысымызды осындай төңкерген кезде ішінен біздің белогымыз төгілмеу керек жерге, сол кезде дайын болды дегенді білдіреді. Енді екі массамызды біріктіреміз. Осылай екі лопатадан алып, асықпай жай-жай біріктіретін боламыз. Және де біздің лопаткамызда құрғақ болуы қажет. Ол өте үлкен рөл ойнайды бізде. Осылай барлығын асықпай біріктіретін боламыз. Менде мына ыдыс кішкентай болғандықтан мен барлығын осындай планетарный миксердің өзінің ыдысына қостым.
Енді формамызға жабысып қалмас үшін астына сары майды осылай барлық жағына жағып шығамыз. Сары майды ерітіп жақсаңыздар да болады, бірақ осылай жақсаңыздар жабыспайды. Осымен менің пирогым дайын. Енді пешке жіберетін боламын. Примерно 45-50 минутта піседі. Осымен менің пирогым пісті. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Және де рецепті де өте оңай. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Жұлдыз.